Баршаңызға сәлем. Біз бүгін осындай үлпілдек, нәзік, сондай дәмді болып шығатын нанды дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бос ыдысымызға жылы суымызды, сүтімізді, 1 қасық тұзымызды, 1 қасық қантымыз, жарты қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үлкен қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп, жайлап қосып отырып, қамыр пайда болғанша араластырамыз. Қамырымыз ақырында пайда бола бастады, қолымызды майлап алып, ені қанғанша ол қамырды илейміз. Бізге жұмсақ қамыр пайда болу керек. Ені қанған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен немесе қолда бар целлофанмен жауып, жылы жерге жібереміз. 40 минут аралығында менің наным осындай болып ашыды. Ол өте жұмсақ болғаннан кейін қолымызға жабысқақ болып келеді. Сол себептен қолымызды майлап, протеинімізді майлап, біздің нанымызды ұсақ бөліктерге бөлеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, кішкентай нандарымызды қолдарымызбен осылай жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қалдырамыз. Себебі қамырымыз көтерілу керек. Нанымыз осылай жақсылап көтерілді, ортасын тағы да басып, оны сыртына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Менің отбасым жұмыртқамен жақсы көргендіктен мен бір тұтас жұмыртқаны бірақ қолдандым. Нандарымыздың бетіне осылай күнжутты сеуіп, нанымызды 15-20 минутқа қызып тұрған пешімізге 180 градусқа жібереміз. 15 минуттан кейін осындай әдемі, дәмді менде нан пайда болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.